Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде бар көкөністерден жасалатын күздік салат дайындаймыз. Салатымыз өте дәмді, қыста қою тамақпен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер ол қызанақ, бұрыш, қияр, түрлі түсті қырыққабат. Түрлі түсті қырыққабаттың орнына кәдімгі қырыққабат қоссаңыздар болады, сәбіз де қоссаңыздар болады. Өсімдік майы, сірке су, тұз, қант және бұрыш. Көкөністерімізді жегенге ыңғайлы етіп турап аламыз. Сіздер сарымсақ қоссаңыздар да болады, 1-2 дана. Пияз қоссаңыздар да болады. Және аскөк қоссаңыздар да болады. Енді үлкендеу ыдысқа салып, 2 ас қасық тұз қосып, сірке суымызды құямыз. Және мен аспирин қостым, 3 таблетка аспирин қосамыз. Өсімдік майы 150 мл. Бұрышымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Тек араластырамыз, қолмен мұжуға болмайды. Енді банкілерімізге нығыздап салып шығамыз. Ыдыстың түбінде шырын қалады, оны төкпейміз. Бір шай қасық қант қосасыздар. Шырынымызды құйып шығамыз. Қақпақтарын жауып, әзірше шетке алып қоямыз. Үлкендеу кастрөлді алып, түбіне сүлгі қоясыздар, міндетті түрде сүлгі тастау керек. Енді банкілерімізді орналастырып, бетіне су құямыз. Менде банкілерінің көлемі 2 түрлі болғандықтан мен 2 кастрөлге қайнатамын. Суды толтырып құймаймыз. Мойнына 1-2-3 сантиметр қалғанша құясыздар. Толтырып құйсаңыздар, қайнау барысында сіздердің салаттарыңыз сумен бірге араласып кетеді. Және қақпағын қатты бұрап жаппаймыз. 40 минуттай қайнатасыздар. Қайнау уақытысын су қайнағаннан бастап есептейсіздер. Қақпағын жауып, жылы орап қоясыздар. Міне біздің салатымыз дайын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер, лайк басып қойыңыздар. Көріскенше достар.